Саламатсыздар ма студенттер? Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Тұрахметов Наурыз. Материалтану пәні бойынша бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы силикатты материалдар мен бұйымдар. Сабақтың мақсаты силикатты материалдар және олардан жасалатын бұйымдармен танысу. Силикатты материалдар автоклавты жылу ылғалды өңдеу нәтижесінде қатаятын әктастан, кварц құмы мен судан алынатын жасанды тасты материалдар мен бұйымдар. Әктас ауа тұтқыр затына жататыны белгілі, ал қалыпты жағдайдағы әктас негізіндегі бұйымдар су өткізгіш материалдар болып табылады және шағын тығыздыққа ие. Тығыздық жинағы әктасты қатайту арқылы орындалады. Силикатты материалдар мен бұйымдарға бетондарды, олардан жасалатын бұйымдарды, кірпіш және силикатты тастарды жатқызады. Кірпіш дайындау үшін кварцты құмды және ұсақталған сөндірілмеген әктасты пайдаланады. Суретте көріп тұрғандарыңыз жаңа қалыпталған силикатты кірпіштің автоклавта жүктелуі. Силикаттардың қасиеттері олардың құрамына, кристалдық торының құрылысына, иондар арасында әсер ететін күштердің табиғатына тәуелді. Көптеген силикаттар қаттылығымен, қиын балқитындығымен және отқа төзімділігімен ерекшеленеді. Олардың балқу температурасы 770 градустан 2100 градусқа дейін өзгереді. Көптеген силикаттар ылғал тартқыш емес және техника мен құрылыстың әртүрлі саласында кеңінен қолданылады. Силикатты кірпіш керамикалық кірпіш формалары мен өлшемдерімен тұрады. Қысым және иіліс кезіндегі тығыздық шегіне тәуелді силикатты кірпіш 7 маркаға бөлінеді. М300 маркасынан бастап М100-ге дейін және М75-тен бастап 7-5 мегапаскалға дейін шамасында қысу кезіндегі тығыздықтың орташа мәніне ие болады. Орташа тығыздық 1800 бен 1900 кг метр кубті құрайды. Ал су жұту қабілеті 6%. Суыққа төзімділігі бойынша маркалар F50, F35, F25 және F15. Беттік бұйымдар үшін суыққа төзімділік 25-тен аз болмауы тиіс. Кірпіш түсі ашық сұр, бірақ ол түрлі түсті болуы мүмкін: көк, жасыл, сары және тағы басқа. Керамикалық кірпішпен салыстырғанда силикатты кірпіш елеулі кемшілікке ие. Су өткізбеушілік қабілеті және ыстыққа төзімділігі төмен. Суретте көріп тұрғандарыңыз бірінші А тұсындағы сурет силикатты кірпіш. Б силикатты бетонды блоктар. Керамикалық кірпіштер сияқты силикатты кірпіште қабырғаларды қалау үшін ғимараттардың жерүсті бөліктеріне пайдаланады. Жеткіліксіз суға төзімділік қабілетіне байланысты оны іргетастар мен ғимараттар іргелеріне қолдануға болмайды. Сонымен қатар оны қабырғаларды ылғалдан қорғаудың арнайы шараларынсыз ылғалды пайдалану режиміндегі ғимараттар үшін жоғары температуралар әсер ететін пештер, құбырларды қалау үшін қолдануға болмайды. Керамикалық кірпішке қарағанда силикатты кірпіштің техникалық экономикалық көрсеткіштері жақсырақ. Оның өндірісіне электр энергиясы 3 есе аз талап етіледі. Еңбек сыйымдылығы 2,5 аз және өзіндік құны 25-30% төмен болып келеді. Силикат өнеркәсібінде сумен қосып араластырғанда қатаятын байланыстырғыш материал цемент алу ісі кең дамыған. Цемент құрылыс жұмыстарында көп қолданылады. Цемент алу үшін әктас пен сазды балқытып пісіреді. Алынған массаны тартып, сұр түсті ұнтақ цемент алады. Цементті сумен қосып араластырғанда қамыр тәрізді иленіп, біраздан кейін қатаяды. Цемент ерітіндісімен құм мен таспен араластырып, бетон, оған темір шыбықтар қосып қатыру арқылы темір бетон алады. Жалпы бүгінгі тақырып осы. Назар қойып тыңдарғандарыңызға рахмет.